Кешкі уақыт. Балаларды үйге кіргізіп, тамағын беріп бола берген кезде есікті ашып күйеуі Әскербек үйге кіріп келді. Көңілді сияқты. Бірден, "Қатын, жақсы жаңалығым бар", деді Айнұрға. Айнұр серіңкіремей, "Осы сен маған жаңалығыңды айтпай-ақ қойшы, көрдім ғой", дей беріп еді. "Алдымен тыңдасақшы, қуантайын деп тұрсам". "Ал не жаңалық?" "Жер сатып алдым бүгін". "Неге қарайсың?" "Жер сатып алдым деймін". "Қандай жер?" "Барлығы аяқ астынан болды. Ана Жандос бар емес пе? Сол ақша керек болып тұр. Жерімді сатамын деді. Мен сатып алдым". "Жинаған ақшаны құрттың ба?" "Құрттың ба демесеңші. Жер сатып алдым, 6 сотық". "Қайдан сатып алдың?" "Алматыдан". "Жердің түбінен ба? Ол жерге қалай барамыз?" "Өзің емес пе Алматыға барамын деген? Міне, енді баратын болдың". "Сонда қалай? Қай жерде?" "Енді тура Алматының өзінде емес. Алматыға жақын ауылдар бар ғой, сол жерден алдым. Бұйыртса, мына қорадағы малды сатып, көктемде қозғаламыз". "Жұмысты қайтесің? Сені біреу ол жақта күтіп отыр ма?" "Қорықпасаңшы, бар ғой достар, туысқандар. Басында соларды паналаймыз". "Сыған құсап жүреміз бе? Осы саған ештеңе жақпайды. Өзің емес пе құлақ миымды жеп біткен, жұртта қалдық деп. Елдің барлығы көшті, біз отырмыз деп күнде қақсайсың. Енді титтей бала-шағамен қайда барамыз?" "Бірдеңесі болар, уайымдама. Басында пәтер жалдап тұрамыз", деді. Міне осылай Әскербек Айнұр екеуі 2 баласымен Алматыға қарай көшіп келді. Жердің басына әкелгенде айдалаға келгендей әсерде болды. Мына жерде қалай өмір сүреміз? Светі жоқ, не суы, жолы да жоқ. Жақын жерде дүкен де жоқ деп жыларман болып тұрған Айнұрға, "Бұл жаңадан салынып жатқан жерлер ғой, әне көршілер бар. Әлі осы жер жайқалып шыға келеді, көресің", деп қояды Әскербек. Осылай үйдің құрылысы басталып кетті. Үй дегенде сол бірінші 2 бөлмелі времянка салынды. Тоқ кіргізіп, су жүргізілді. Сонымен ақша бітті-ау дегенде күз өтіп, қыс түсті. Әскербек жұмысы тұрақсыз болып, қыстай үйде жатып қалды. "Екеуміз бірдей жата берсек кім асырайды? Мен жұмысқа шығайын", деп Айнұр жұмысқа шығып кетті. Жұмысты құрбысы тауып берді. Төсек тартып жатқан апа, 2 ұлы бар. Біреуі Астанада, біреуі осы Алматыда тұрады. Келінге жарымады, екеуі де қарамайды. Оршаланып кеткен ғой. Апа өздігінен жүре алмайды, соны күтіп бағасың. Уақытында дәрісін бересің. Тамаққа өте кірпияз адам. Көп ішпейді де. Ұлдары 2-3 айда бір келіп тұрады. Кейде келмей кететіндер де бар. Бұл жерде апаның сіңілісі бар, Алматыда тұратын. Міне сол кісі келіп, жағдайын сұрап, тексеріп жүреді. Сол кемпірдің тілін тапсаң болды деп түсіндіріп жатыр. Өзінің айтуы бойынша Рай апайға күтуші болып жалданды. Алматының жоғарғы жағында 3 бөлмелі пәтері бар. Бір жақсысы базарға жақын екен. Азық түлігін тасып береді. 9-шы қабатқа түсіп шығу қиын екен. Лифт болса да үйренбеген адамға қорқынышты екен. 70-тен енді асқан апа бойы аласа, өте арық болса да, мүгедек арбасына отырғызып, жатқызып тұрғызуға ауыр болып шықты. Тамақты да талғап ішеді. Ішетін дәрілері көп. Күтуші жалдағанына қарағанда зейнетақысы жақсы болса керек. Астанадағы ұлы ақша салып тұратын көрінеді. Кіші ұлдан пайда жоқ, ішеді. "Рай апа, түнде жалғыз қорықпайсыз ба?" деді Айнұр. "Басқа салған соң көнесің да қайда барамын? Қолыма ана теледидардың пультін ұстатып кетсең болды. Қанша уақыт болды ауырғаныңызға?" Біраз болды. 8 жылдан асып кетті ғой деймін. Инсульт алып құладым, содан тұра алмадым". "Бұрын қайда жұмыс істедіңіз?" "Өмір бақи дәріханада жұмыс істедім. Зейнетке де сол жерден шықтым. Күйеуім қайтыс болған соң 2 баламды өзім өсірдім. Үлкен ұлым Астанада. Қызмет істейді ма?" "Жоға, әйелі көкшетаулық, өзінің төркініне жақын жерде жүрген түрі. Балам соның соңында", деп біраз ойланып отырып қалды. 3 баласы бар, бірақ көп болды немерелерімді көрмегеніме. Әкелмейді. Ана келіннің істеп отырғаны ғой, деп көңілсіз күйге түсті. "Кіші балам осы Алматыда тұрса да келмейді, ішеді. Әйелі сонда да тастамайды. Олардың 2 баласы бар", деп сөзін аяқтады.
Айнұр кешке үйге келгенде Әскербекке Рай апасының жағдайын айтып берді. Оны тыңдап отырған Әскербек: кемпірдің ана дүниеге кеткенін күтіп отыр десеңші екеуі. Хабар барған күні әйелдермен бірге жетіп келеді, көрде тұр. Не деген адамдар, аналарына жандар ашымай ма сонда? Қайдан білесің жас кезінде қандай адам болғанын? Сонда да, құрсыншы, біреудің өмірінде не шаруамыз бар? Басқа бермесін, бізден аулақ деп қояды. Көктемге қарай ауылдан арқаланып қайынсіңлісі келді. Өзі тар екі бөлменің бір бұрышынан орын алып жатып алды. Босқа жатасың ба? Жұмыс таппадың, мына екі балаға қара, деп Әскербек қарындасын отырғызып, өзі жұмысқа шықты. Жұмысы осы жолы табысты, жақсы болып шықты. Арасында қосымша табатын ақшасы бар. Соған көңілі марқайып, күнде көңілді келеді. Арасында балаларына тәттілерінде әкелетін болған. Үй саламыз деп өлеміз ба? Арасында осылай тойлап тұрайық деп жора жолдастарында шақыратыны бар. Айнұрдың бір байқағаны, қайынсіңлісі жұмысқа шығуға асықпайтын сияқты. Біреуі 4 жаста, біреуі 3 жастағы екі баламен күн ұзақ үйде отыра береді. 20-ға әлі толмаған жас қыздың үйден шықпайтыны таң қалдырады. Арасында өзінің балаларын бақтырып қойғанына ұялатын кездерде болады. Кінәсін жуып шайғандай болып сыйлықтарын жасап тұрады. Әскербек те қарындасына бірдеңелерді беріп жатады. Дегенмен балалы үйдің ұрлығы жатпайды дегендей, бір күні үлкен ұлы Мирас: бүгін балмұздақ жедік деді. Келесі күні тағы да: бүгін қызғылт балмұздақ жедік деді. Сендер күнде балмұздақ жейді екенсіңдер. Әсел ме әперіп жүрген? Деп сұрады. Жоқ, Нұртас әпереді деді. Нұртасын кім тағы? Нұртас ана жақта тұрады деп көшенің басына қарай қолын шошаңдатты. Нұртас танымаймын, маған келген кезде көрсет, жарайды ма? Деп еді баласы басын шұлғыды. Бұл әңгіме ұмытылып кетер ме еді? 2-3 күн өтпестен кешке қарай Мирас сырттан ішке кіріп жатып: Нұртас келді деді. Айнұр сыртқа шықты. Үйдің қоршауы жоқ, әлі салынбаған. Біраз көшелердікі де сондай болғандықтан көшедегі жүріп бара жатқан біраз адамдарды көре аласың. Мирастың көрсеткені жасы 30-дардан асқан, әйел бала шағасы бар, төмен жақта тұратын еркек. Мынау ма Нұртас? Деп сұрады. Баласы басын изеп қояды. Осы Нұртас па сендерге балмұздақ әперген? Иә, әперді. Неге әперді? Әселге де әперді, дегенде Айнұр ойланып қалды. Нұртасы болса үй жағына кетіп барады. Үйге кіріп Әселге қарады. Ол телефонын шұқып отыр. Әңгіме бастауға ыңғайын таппады. Айнұр Рай апайына келген кезде жедел жәрдем тұр екен. Асығып пәтерге кіргенде дәрігер шығып келеді. Сәлеметсіздер ме? Апаға не болды? Қан қысымы көтеріліп кетіпті. Қазір жақсы, ұйықтап қалды. Тұрған кезде тағы байқайсыз ғой, деп шығып кетті. Рай апа тұрған кезде: апа, сізге не болды? Маған қоңырау шалмадыңыз ғой. Сені анау қаланың шетінен жүгіртемін бе? Мазаламайын дедім. Жедел жәрдем тез келді қайта. Кеше жақсы едіңіз ғой. Түнде ұлым келді, ішіп алған кетпейді. Біраз мазамды алды. Мен оған керек емеспін. Керек болсам солай сөйлейді ма? Деп жылай бастады. Апа, жыламаңызшы, қазір тағы ауырып қаласыз. Жыламаймын, жақсы. Ойласам жүрегім ауырады. Бүгін сіңлім келді, бағана шақырғанмын деді. Айтқандай сол күні сіңлісі келді. Апаның сіңлісі өзінен аумайды. Аздап жастау. 4-5 жас айырмашылығы бар. Рай апайға қарағанда жағдайының жақсы екені түрінен, киген киімінен көрініп тұр. Нағыз Алматының апасы. Соңғы үлгіде киініп, тіпті ерніне қызыл далапта жағып алған. Өткенде өзің айтқандай жарнама беріп қойдым. Адамдар келіп жатса, екеуміз келіскен бағаны айтасың деп жатыр. Айнұрды қасына шақырып алып: мына пәтерді сататын болдық. Жарнама беріп қойдым дегенде түсінбей қарап тұрған Айнұрға Рай апасы: менің жағдайымды ойламаған ұлдарды қайтемін. Үлкеннің жасы 50-де, кішісі де өкшесін басып келеді. Өз жағдайларын өздері жасасын. Осы уақытқа дейін менің өлгенімді күтіп отырған ұлдардан қайыр жоқ. Келіндерімді сөз қылып қайтейін. Өзіңіз қайда барасыз? Мына 3 бөлмені сатып, 1 бөлмелі аламын. Үстіндегі ақшаны жұмсаймын. Дәрілерім бар,
Сен сияқты күтушілерім бар, жалақысын беретін. Бір зейнетақым өмірі жеткен емес. Үлкен ұлымның маған ақша салмағанына міне 5 ай болды. Елдің барлығына қарыз болып кеттім. Өлсем көрде тыныш жатайын, қарыздарымды таратамын, деді. Кеше есіктен кіргеннен балам, ана қалың қалай, жақсысың ба деудің орнына әлі жатырсың ба дейді. Мына қымбат дәрілерді ішіп, жаныңды баққанша арасында маған да ақша бермейсің ба деп қарап отыр. Екі көзімен үйдің ішін шолып қарап, бөлмелерді аралап шықты. Соған қарағанда бір жоспары бар сияқты деп күрсінді. Рая апа, есікті өзі ашты ма? Кілті бар ғой, өзі ашып кіре береді. Мынауың дұрыс сұрақ екен, неге ойламағанбыз? Есіктің кілтін ауыстыру керек, деді сіңлісі де. Сол күннен бастап пәтер жарнамасы бойынша қоңырау шалып келіп кететіндер басталды. Арада бір апта өткенде үйге ертерек келген Айнұр ұлдарының балмұздақ жеп отырғандарын көрді. Үйге кім келді деп еді, Мирасы ағыздырып жеп отырған балмұздағын бір тістеп алып, Нұртас келді деді. Сырттан кірген Әселді қасына шақырып алып, Нұртас деген кім деп сұрады. Қыздың көзі бақырайып кетті. Үйге келіп жүрме? Неге келеді? Жоқ, келіп жүрген жоқ. Оның әйел бала шағасы бар екенін білесің бе? Онымен сөйлесіп жүрген жоқпын, деп жұлқынды. Сонда Мирас өтірік айтып тұр ма? Мен өзім әпердім, деп жұлқына үйден шығып кетті. Қап, мынаның қорлығын-ай, енді не істедім деп тұрып қалды. Әскербекке айтса жамандағандай болады. Әселіңде мойындап тұрған жоқ. Басы қатып жүріп енесіне қоңырау шалды. Аман саулықтан соң, мама, біз жаққа бір келіп кетпедіңіз бе? Келсеңізші, деді қиылып. Сонша не болып қалды, айт. Әскербекке айтсам, мінезін білесіз. Өзіңіз келгеніңіз дұрыс шығар, деп өзінің күдігін айтып еді. Енесі ыршып түсті. Жақсы, барамын, деді. Енесін шақырғанын күйеуіне де, қайынсіңлісіне де айтқан жоқ. Жұмыстан келген Әскербек, биыл құрылысты бастамай тұрамыз-ау. Қарыз несиеден біраз құтылып алайық, деді. Өзің білесің ғой, шамаға қарап көсілейік. Мен жұмысты ауыстырсам ба деп жүрмін. Мына жұмысыңа не болды? Бастықпен келіспей қалдым. Бар қара жұмысты маған жүктейді. Сөйтсем қасындағылар өзінің туыстар екен. Үстінен ар жазамында шығып кетемін әкесін, деп сөзін аяқтады. Осылай жүре берсең, қашан ақша жинайсың? Тұрақты болу керек қой. Енді не, біреуге құл болайын ба? Табылады жұмыс, қорықпа, деді Әскербек. Несиенің төлейтін уақыты келіп қалды. Не ойлағаның бар? Бірдеңесі болар, деп құтылды Әскербек. Айлықтан айлыққа әрең жеткізетін ақшаны үнемдеп шаршаған Айнұрдың көңілі түсіп кетті. Көп күттірмей енесі де келді. Арқаланып, ауылдың бар базарлығын көтеріп келген. Құртқа тойған немерелері мәз. Апа, сіз босқа жүрмейсіз, не болды? Деді Әскербек. Бірдеңе болу керек па? Келтірмейін дедің бе? Ой, тегі сіз де сөйлейсіз-ау. Сіздің босқа жүрмейтініңізді білген соң сұрап жатырмын. Жарайды, қоймадың ғой. Қызымды алып кетуге келдім, дегенде Әсел жалт қарады. Апа, ол бала бағып отыр ғой. Балаңды өзің бақ. Қызым өзіме керек. Мама, мен оқуға түсем деп дайындалып жүрмін. Үйде дайындаласың. Оқуға түссем, бәрібір осында келем ғой. Келмейсің, басқа жер құрып қалып па? Келесі күні Әскербек жұмыстан келмей тұрып үйде өңкей әйелдер отырған. Сөзді Әсел бастады. Мама, мен ешқайда бармаймын. Жеңгем сізге не айтқанын білмеймін. Мен тұрмысқа шығамын. Кімге? Деді екеуі бірден. Нұртасқа. Есің дұрыс па сен қыздың? Оның әйел бала шағасы бар ғой. Мені тоқалдық қалады, дегенде енесі ыршып түсті. Не дейді тағы? Мен сені тоқал болсын деп туған жоқпын қатын. Не бүлдірдің? Деді бар даусымен айқайлап. Әселдің басы төмен салбырап жылап тұр. Менің аяғым ауыр, дегенде Айнұрдың есі шықты. Өлтіреді мені, Әскербек өлтіреді мені. Не бүлдірдің? Деді қайынсіңлісіне бұлда айқайлап. Менің өмірім, өзім білемін, не істесем де. Дей беріп еді, шешесі тоқпақтай жөнелді. Жап аузыңды, жап. Мен тірі тұрғанда сен ештеңе білмейсің. Үніңді өшір, ешкімге айтпа, деп қызын ұрып жатыр. Басын екі қолымен қорғаштап отыра қалған Әсел сұңқылдап жылап отыр. Айнұр араша түспеді. Әскербектің жұмыстан келетін уақыты болды деп жаны шығып барады.
енесі қызын әлі ұрып жатыр. Тұр, жинал, қазір кетеміз. Мама дей беріп еді, шашынан жұлып тарта жөнелді. Қазір кетеміз, бол деп Айнұрға такси шақыртты. Арасы бір жарты сағаттың ішінде келген таксиге Әселді итере кіргізіп, енесі кетіп қалды. Жұмыстан келген Әскербек, апам қайда деп іздеді. Олар кетіп қалды. Кеткеннес, Әселді алып кетті ме дегені сол еді. Қасына келген Мирас, әже Әселді ұрды деді. Былай деп көрсетіп қояды. Неге ұрды? Айтсаңшы, неге кетіп қалды? Асығыс екен, қайдан білейін? Алып кетті Әселді. Неге ұрды? Ұрған жоқ, бармаймын деп еді, соған ашуланғаны рас. Енді сен қайтесің, жұмысқа қалай барасың? Білмей тұрмын, қазір Рай апаға айтамын, ренжитін болды. Жұмыссыз қалдым десеңші одан да, деп Әскербек шындап ашулана бастады. Айнұр Рай апайына хабарласып бара алмайтынын айтты. Ертерек неге айтпадың? Мен енді қайтемін. Орныңа адам қашан табамын деп ашуланды. Ренжімеңізші, барлығы аяқ астынан болды. Балаларым болмағанда барар едім. Олар әлі кішкентай, тастайтын адам жоқ деп ақталып әлек болды. Қатты ашуланды ма, Рай апасы телефон тұтқасын қоя салды. Әбден ыңғайсыз күйге түскен Айнұр көршілеріне хабарласа бастады. Бірақ ешкім балаңды бір күн болса да қарап берейін деп шыға қоймады. Өзін кінәлі санаған Айнұр әбден қиналды. Енді қайтесің? Сіңілісі бар дедің бе? Сіңілісі келер, өзіңді жей бермесеңші, деп Әскер жұбатқан болды. Аздап тынышталған Айнұр келесі күні енесіне хабарласты. Саған сеніп тапсырған қызға қарамадың. Балаларыңды бақтырып қойып, ақша тапқаныңа мәзсің деп айқайлай жөнелді. Айнұр аузын басып, есі шығып үндемей тыңдап отыр. Еркек таппағандай қайдағы біреуге жабысып, тоқал боламын деп әбден миын улап тастаған. Түк көрмеген сорлыны. Ертең дәрігерге апарамын деп ұрсып жатыр. Екі жақтан қыспаққа түскен Айнұр әбден састы. Арты айқай-шу ренішпен бітсе де, құтылдым ғой әйтеуір деп ойлаған Айнұр қателескен еді. Үшінші күні енесі тағы хабарласты. Анағы жоқ, қашып кетті. Саған бармады ма? Деді. Жоқ, келмеді. Жер көкті іздеп таппай жүрмін. Атаң біліп қойды. Қазір Әскербекпен сөйлеседі. Тап оны, тап деді. Кешке жұмыстан келген Әскербек есіктен кіргенен айқайлады. Әкемнің айтқан рас па? Сен қайда қарап жүрсің? Қайдан білейін, көзге көрсетпей істеп жүрді емес пе? Ей, сен не деген топассың? Көзің соқыр ма? Деп бар дауысымен бақырып, столды төңкеріп жіберді. Кім ол Нұртас деген? Қайда үйі? Мына төмен жақта газелі бар. Әскербек үйден атып шықты. Артынан Айнұр жүгіріп келеді. Әскербек, тоқташы, өтінемін, тоқташы. Әскербек, ашуыңды басшы, деп қолынан тартып еді, қолын сермеп қалғанда жерге ұзыннан түсті. Тоқтата алмайтынын көрген соң артынан жүгіріп ілесе берді. Демде Нұртастың үйіне жетіп келді.